Сонымен бізді құттықтап қойсаңыздар болады. Кеше бір клиентіміз бойынша біз жеңіске жеттік. Яғни клиентке 8,5 миллион теңгені үнемдедік. Яғни ары қарай клиент банкке ипотекасы бойынша 8,5 миллион теңге қарызды төлемейді. Бұл жерде яғни 7,5 миллион 600 теңге банкке қарыз болған, және де ЧСИ-дің услугасы 767 мың теңгені құрайды, яғни 10%. Бұл жерде қателеспесем 2 жыл бұл проблеманы біз шеше алмай жүрдік. Клиент төлемеймін деген жоқ, барынша төлеуге тырысты. Банкпен барынша график алуға, мәмілеге келуге тырыстық, бірақ банк ешқандай да график бермеді, бізбен мәмілеге келмеді, ешқандай да біздің айтқан ұсыныстарымызға келіскен жоқ. Бірақ соңында клиентті біз жай ғана не істедік? Банкрот еттік. Соттан тыс, яғни внесудебный банкротство болды. Сотпен банкротство болатын кезде бұл кісі ол немен банкрот бола алмайтын еді. Неге? Өйткені оның жаңа талаптарына сай келмейді. Ал внесудебный банкротствоға айтқанда идеально тура келді, уақытын, суммасын барлығын келтірдік дегенде сонда керемет нәтижеге жеттік. Енді клиент 8,5 миллион теңгені банкке төлемейді, плюс 40 миллион тұратын үйін, яғни ипотекада залоговый үйін өзін сақтап қалды. Ары қарай бұл жерде жеке сот орындаушыға арыз жаздық, бірақ күнде бүкіл арестердің барлығы шешілді. Құттықтап қойсаңыздар болады, сіздерге де жұғысты болсын. Егер де сізде автокредитованиямен, ипотекамен, банкпен қандай да бір мәселе болып жатқан болса, міндетті түрде сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады, немесе жекеге консультацияға жазылсаңыздар болады.